Садгурудың әңгімесінен қазақша аударма. Құрметті достар, менің қазақ тілік контенттің каналын қолдап лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Егер біздің өмірімізде көп лидер әйелдер болса, жерімізде соған соғыс пен келіспеушілік аз болатын ба еді? Негізі менің ойымша дәл қазір кезде әйелдер көп басқаратын жерлерде, оқу орындарда қалай жетістікке жету қалай жұмыстарды таңдау, анықтау жұмысын жасау керек. Табиғат заңы бойынша бұл еркектердің басқаруымен бастамасымен болады. Бірақ қазіргі кезде бұл тәсіл жұмыс жасамайды. Таңдаулы, пайдалы еркектер, санаулы еркектер бар. Егер естеріңізге түсірсеңіздер, ең бірінші әйелдер революциясында әйелдер сайлауда дауыс беру құқығын алды. Екінші революцияда штаттарда әйелдер кез келген жұмысқа тұруға, айлық алуға мүмкіндік алды. Енді үшінші революция жүріп жатқан секілді. Өйткені әйелдер де көп корпоративтік орындарда басқару жұмысын қолына алып, істеп, дәлелдеп жатқандықтан жетістікке қалай жету және басқару жөнінде еркектермен бәсекеге де түсіп, келіспей де жатады. Бірақ егер біз осыны дәлелдеп қолға алсақ, еркектер разы болады деп сенемін. Садгуру. Өмірдің өзі жасағаннан-ақ табиғаттың өзі бізді анықтап берді. Еркектер кімнен, әйелдердің кімнен бастау алатынын. Өкінішке орай, біздің өміріміздегі жетістіктердің барлығы еркектердің арқасында деп ойлай беруімізде. Өте маңыздысы, мен еркек пен әйел жайында емес, мен әйел мен еркектің бастамасы жайында айтайын деп отырмын. Еркектер сан түрлі әйелдердің эмоциясын, мінезін көтере алады. Қанша уақыт болса да, сол сияқты әйелдер де еркектердің мінезін қаншалықты уақыт болса да, сонша уақыт көтере алады. Амалы мен тәсілдері мінезіне қарай ең қажет уақытында. Қазір біз тек еркектердің тәсілінде ғана жұмыс жасайтын оқушыларды дайындап жатырмыз. Бұның ішінде әйелдер де бар. Ұнаса да, ұнамаса да, біздің жетістікке жету жайымыздағы ойларымыз тек еркектерше болып кетті. Жетістікке жеткісі келгендер өте күшті еркектер секілді болу. Оның ішінде әйелдер де бар. Бұл табиғатқа үлкен залалы тиіп жатыр. Әйелдердің орнын жойып, бірыңғай еркектерге айналдыру. Әйелдер өздеріндегі ең табиғи бастаманы, әдемілікті, нәзіктікті, денсаулығын, өмір тәжірибесіндегі, тәртібіндегі маңызды атқаратын рөлін жойып, жоғалтып жатыр. Тек сіздерге қалатыны үйдің кірісі мен шығысын және аштан қалмаудың әрекеті. Қазір осы тұрғыда өте маңызды сақтану, қорғану, ойлану керек. 25 жыл бұрын біздер кездесулерде экономика жайында айтпаушы едік. Біз табиғат жайында, қала тұрғындары, ауыл арасындағы өсектер ғана айтылатын еді. Қазір оның екінің бірі экономика жайында айтуда. Бұл деген үйге кіретін кіріс шығыс жайындағы әңгіме. Бұл әрине тек еркектерге ғана қатысты әңгіме. Мен еркектер асырай алмайды деп айтайын деп тұрғаным жоқ. Мен еркектер мен әйелдер бастамасын айтып жатырмын. Егер сіздер көпшілікті бірыңғай
еркектерге айналдырсаңдар, онда әйелдер бастамасын жоясыздар. Бұл жағдайда нәзіктік пен әдемілік жойылады, тіпті әйелдердің өзінен де жойылады. Егер көпшіліктің тек бірыңғай еркектік стандартқа қарай жұмыс жасасаңыздар, әйелдердің өздері соған қарай бейімделіп қалыптаса бастайды. Көп әйелдер еркектік гормоны мен мінезін қалыптастырып жұмыс жасайды, күшті болу үшін. Дәл қазір осы кезде осылай жұмыс жасап жатқандар да бар. Бұл мені қатты уайымдатады. Рұқсат болса, мен өз өмірім жайында айтып берсем. Мен кішкентай кезімде өсіп келе жатқанда менің әкем врач болып жұмыс істеді. Ал анам бір тиын да ақша таппады өзінің өмірінде. Бірақ ол өзін одан кішімін деп сезінген де, ойлаған да емес. Ол отбасымызда сыйлы да жоғары қадірлі өзінің орны болды. Ақша қалай келсе де, әкелсе де бар, бірақ үйде анам тамақ дайындау, үй жинау сол кісінің қолында болатын. Өйткені оның жұмысын біреу істегенін қаламады. Анам өзі дайындағанды, өзі жасағанды қалады күйеуі үшін. Тіпті әппақ түк суреті жоқ простиняны мынада қалай ұйықтауға болады деп анам папугайдың суретін тігіп салды. Сол сурет әлі күнге менің есімде, жүрегімде. Міне, аналар қалай өзінің балаларын күтіп қарады. Міне, осы әйелдің бастамасы. Мен бәрін тігу керексіңдер деп айтқаным емес. Әйелдердің үлкен қамқорлықпен қарауы табиғаттың бергені бізге пайда. Бұл психолог, йога секілді медитация, аналардың қамқорлығымен балаларға беріліп сіңіп отыратын. Бұл хақ йога секілді хақ күн, йога ай секілді күн мен айдың балансы секілді бастауы. Және бұл да ер мен әйелдің бастауы қалыптастыратын тәсіл. Ер мен әйелдің бастауын қалыптастыратын тәсіл. Баланың ішіне, жүрегіне сіңетін. Егер сіздің ішіңізде екі баланс дұрыс қалыптасса, сіз бір қалыпты адам болып қалыптасып өсетін боласыз. Өкінішке орай сіз қалыпты адам емессіз. Йоганың жетіспеуінен мен ойлаймын, Европада йога қалыптастырушы Мадонна ма деп. Йогада еркектердің идеалын қалыптастырады. Дене тұрғысынан қарағанда оның жартысы еркек және жартысы әйел. Міне, ең идеал қалыпты адам осыдан шығады. Бірақ жұмыс орындарында неге әйел еркек деп бөліп қарайтындарын түсінбеймін. Сіздер адамдарға өмірдің жарты жаратылысы деп қарауларыңа болады. Құрметті достар, қазақша каналымыздың қолдап лайк басып кетулеріңізді сұраймын.